Әділбек мырза, сізге қою керек қой, енді бұл Қазақстанда бұл сонда жаңадан тіркелген спорттың түрі болып кіре ме сонда министрлікке? Көп қой бізде мысалға жаңа силак, пинчат деген сияқты неше түрлі спорттар болды ғой, 180-ге жуық. Өткен жылы министр айтты ғой, мынандай темірге айналып билейтіндердің спорты болды, неше түрлі 180-ге жуық. Солардың ішінде бар ма бұл мини-футбол, жоқ па? Негізі министрлікте өзінің официальный сайтында e-спорт деген платформасы бар. Соған қарасақ 125 спорт федерациясы бар екен, аккредитованный, аккредитация алған. Соның ішінде біз қарадық, шағын футбол әрине жоқ. Біз енді массовый бұқаралық, бірақ не олимпийский вид, сосын енді біз мен жақында қосылдым командада, бірақ бұрын мемлекеттік қызметте жұмыс істегенде футбол ойнап жүрдік, қызмет капта жаңағы дамытып келе жатырмыз. Енді біздің жұмысты, ЛФ жұмысын, федерация жұмыстарымыз жұмыс істеп жатырмыз, бірақ көпшілік министрлік білмейді не істеп жатырмыз. Былай қарасақ, e-спорт платформасында 125 федерацияның арасында осындай түрлері бар екен. Аккредитованный американский футбол деген. Сосын пинчак силак деген федерациясы бар, аккредитованный. Сосын бирманский бокс деген бар. Масқара, оғандай. Білмеймін енді, неге шағын футбол 60 мыңнан жоғары халық Қазақстанда айналысады, шетелге барады, рейтингте екінші болады. Балдар бар, қыздар бар. Балдар бар, детский футбол. Мировой рейтингте екінші боламыз. Біз енді аккредитованный, аккредитация жоқ біз. Сосын жаңағы платформада, e-спортта 170 жаңағы вид спорты бар. Соның ішінде де неше түрлі кикбокс 5-6 түрі, карате 5-6 түрі. Енді ол керек қоқ шығар, бірақ ол енді бізде олардан кем емеспіз дейсіз ғой сонда. Жоқ, біз енді үлкен басшылықтар айтып отыр ғой, бұқаралық спортты дамытыңдар, жігіттер дамытып жатыр, істеп жатырмыз, бәрін істеп жатырмыз, бірақ бізді неге қолдамайтынын білмеймін да. Қазір енді біз шамалы шығып, кеше ғана депутаттың алдында дөңгелек стол өткізіп көрсеттік та, жан-жақтан телефон жан-жақтан телефон шалып жатыр. Маған да Ерекеңге айтып жатыр, сіздің жұмысыңыздың қызық екен, біз қалай істеп жатсыңдар, не істеп жатсыңдар. Алматыға ертең декабрьде үлкен форум болады, соған шақырып жатыр уже. Жоқ, ол біраз депутаттар да, біраз мықты мінберде жүрген кісілердің бәрі ЛФ-ті ойнайды ғой мысалы, біразы. Олар да білу керек қой деп ойлаймын да. Қаншама. Сосын мынау енді қазір осы түсінбейтінім осы мынау мысалы Таразда дейік, Шымкентте дейік, осы